жиырма жыл осы әлеуметтік санатқа жататын азаматтарға мемлекет тарапынан көрсететін қолдаулардың түрі, саны және көлемі артып келеді. Ең алғашқы осы негізгі қолдаулардың түрі бұл атаулы әлеуметтік көмек болып саналады. 23 жылмен салыстырғанда 24 жылы бұл көмекті алушылардың саны шамамен 18%-ға төмендеді, дегенмен де алатын көмектің көлемі артқан болатын. Мәселен, 24 жылы аталған әлеуметтік көмекке облыс бойынша 5000-нан астам азамат, 800-ге тарта отбасы иеленді. Сонымен қатар атаулы әлеуметтік көмектен бөлек біздер мүгедектігі бар жандарға қолдау көрсету бір үлкен бағыттарымыздың бірі. Облыста 24 мыңға тарта мүгедектігі бар азаматтар бар. Оның ішінде 1 мыңнан астамы бұл бірінші топтағы мүгедектер, 9 мыңнан астамы бұл екінші топтағы және де 8 мыңнан астамы бұл үшінші топтағы мүгедектігі бар жандар. Мәселен, бірден бір мемлекеттің қолдауы бұл әлеуметтік портал арқылы мүгедектігі бар азаматтар үшін қажетті құрал жабдықтарын, саймандарын алуға осындай бір ақпараттық платформада жүзеге асып келеді. Соңғы 24 жылы 22 мың адам мүгедектігі бар азаматтар өздерінің өтініштерін білдіріп, өздерінің қажетті құрал саймандарын осы портал арқылы алған болып саналады. Сонымен қатар тағы бір әлеуметтік төлемдердің бірі бұл жергілікті жерде, жергілікті мәслихат пен әкімдіктің шешіміне сәйкес бір жолғы әлеуметтік төлем. Біздер қазіргі таңда осы облыстар ішінде ең жоғарғы көлемдегі төлемді төлеп отырмыз. Жылына 3 рет бұл төлемдер жасалады, кейбір атаулы мерекелерге байланысты. Мәселен, жыл бойы ересек мүгедектігі бар жандар жалпы енді айлық есептік көрсеткішке байланысты тұр, дегенмен де 24 жылғы айлық есептік көрсеткішіне байланысты 77 мың теңге көлемінде мүгедектігі бар азаматтар осындай төлем алған болатын. Сонымен қатар мүгедектігі бар балдарға қосымша төлем жасап, жалпы жиынтығы 105 мың теңге көлемінде осындай төлемдер жоспарланып азаматтар алған болатын. Сонымен қатар 25 жылы біздер осы төлемдерді өсіруді болжап отырмыз. Бұл енді біріншіден айлық есептік көрсеткіштерге байланысты болатын болса, екіншіден қазіргі таңда атаулы әлеуметтік көмек бойынша біздер 8 мыңнан астам азаматтарға жоспарлап, жергілікті бюджеттен 900 миллионға жуық қаражат осы бюджетке жоспарлап қойып отырмыз. Жергілікті жерден төленетін төлемдерді де біздер ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. Және де атап өткендей мүгедектігі бар азаматтарға әлеуметтік портал арқылы берілетін құрал саймандарға, жабдықтарға да қаражатты өткен жылмен салыстырғанда пайыздық көрсеткішін арттырып, бұл көмектің түрлері мейлінше көптеген азаматтарға тиесілі болатындай қылып жоспарланды.